Құндыз бөтен жер болған соң ба, көңілі босап жылауға шақ қалды. Балам-ау, қазір шілденің кезі. Күн болса ыстық, түсте сыртқа шығу мүмкін емес. Таңертең ертемен тұр да тірлігіңді бітіріп, түсте ұйықтайсың. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген. Біз не айтсақ та саған жақсы болсын деп айтамыз. Міне әсем келіннің осы үйге келін болғанына 6 жыл болды. 6 жылда бір рет болсын мені жаманатқа қалдырған емес. Үлкенді де, кішіні де тыңдап сыйлай біледі. Біреудің айтқан ақылын тыңдай білу тәрбиеліктің белгісі. Айналаңдағы адамдардың пікірін тыңдап санаса білсең ғана, білмегеніңнен білгенің көп болады. Өзгенің сөзін менсінбеу, өзімшілдік адамзаттың хас жауы. Кім сөйлесе де үндемей тыңдап, қажет жерін есіңде сақтауға тырыс. Жеңгеңнен үлгі алуға тырыс. Апа, кешіріңіз мені. Міне енді дұрыс болды. Енді бар, ана қора жақта жүрген атаңа алдымен сәлем салып, сосын шайға шақыр. Жарайды, апа. Құндыз енесінің айтқанындай жасады. Бәрі жиналып, өз қолымен бәріне шай берді. Ыңғайсызданып шай іше алмады. Әсемнің де ұлы Мақсат ұйқысынан оянып, еркелеп, жылап анасына шай ішкізбеді. Келіндер өздері шай ішсін деп бәрі тұрып тірліктеріне кірісіп кетті. Екі абысын өздері оңаша отырып, шай ішіп, әңгіме дүкен құрды. Құндыз, жаным, сен әлі жассың, үйренерің көп. Апам өзі сондай, ашулы, қатал болып көрінгісі келгенімен жүрегі жұмсақ адам. 6 жыл бойы қанша ұрсса да жамандыққа қиған емес. Жоқ затымды айтқызбай-ақ алып береді. Екі қызға да осы күнге дейін маған қарсы ауыз ашқызған емес. Тіфай, қыздардың да бір жаман мінездері жоқ. Жеңге деп үнемі сыйлап келеді. Арамызда осы күнге дейін ұрыс-керіс болған емес. Екеуін де сіңілімдей көремін. Бикеш тұрмыста, үйлі жайлы. Кішкентайы 40-нан шықпаған соң беташар тойға келе алмады. Бірер айда қыдырып келіп қалар. Ерке қыз студент, оқуына барады, келеді, сонымен әуре. Атаммен біздің үйдегі қайны ағаңның ауыздарынан артық сөз шықпайды. Сұрақ қойып, сұраққа әрең жауап аламыз. Ал қайнымның мінезін өзің жақсы білесің. Енді бұл сенің де үйің. Емін-еркін қысылмай жүре бер. Бір нәрсе қажет болса, қиналсаң маған айт. Өзім бәрін үйретемін. Абысын тату болса ас көп деген. Осы үйдің мерекелі болуы екеумізге байланысты. Біз тату болсақ, осы әулет мына екі ағайынды тату болады. Әпкелі сіңілі болып сырлас, мұңдас болып жүрек. Айтқандай менің Нұрасыл балам кішкене еркелеу. Әбден күттіріп 4 жыл дегенде дүниеге келген. Ата-апасы, әкесі, аға-әпкелер әбден еркелетіп жіберген. Кішкене бұзықтығы бар. Көңіліңе тиер іс жасап жатса ренжімеші, өтініш. Өсе келе есі кірер деп үміттенемін. Рахмет, жеңге. Құндыз абысының сөздеріне мән бергендей сыңай танытып, күлімсірегенімен іштей сол баяғы деді. Өзім білем деп отыра берді. Әсемнің сөздерін елеп, ой елегінен өткізген де жоқ. Кіммен сөйлессе де әсемді мақтайды. Сондай бол, содан үлгі ал деген. Бұл сөздер іші тар Құндыздың ашуына тиетіннен бәрі бейхабар еді. Үнемі әсеммен есептесе тірлік жасап жүрді. Одан кем болмаса артық тірлік жасамайтын. Нұрлан өзі сондай балажан болатын. Нұрасылдан ештеңесін аямай, күнде кешкісін пакетін көтеріп, дүкендегі бар тәттіні көтеріп келетін. Көлігіне мінгізіп, ауыл үшін бір аралатып, сосын ғана шай тамағын ішетін. Ал бұл жағдай Құндызға мүлде ұнаған емес. Соның кесірінен екеуі талай ұрсып та қалды. Түні бойы шаршап, шалдығып келген Нұрланның миын жейтін. Ақшаң көп қой, нен бар соншама зат әкеліп? Әкелсем не болыпты? Бала емес пе, жесін, ішсін. Өзінің әке-шешесі бар емес пе, солар алып берсін. Жаным, маған ешкім сен әкел деп міндет артып қойған жоқ. Өзім солай қалағандықтан жасап жүрмін. Одан да сол ақшаны маған берсең болмайды ма? Құндыз, беріп жатырмын ғой сағанда. Ана ағаңа қарашы, жетер енді. Әбден мезі еттің. Ағаң, апаң, жеңгең деп менің отбасы мүшелерім жайлы бір ауыз жаман сөз айтар болсаң, не істейсің, ұрасың ба? Ұр қане. Құндыз, мені мәжбүр етпе. Ұр деймін қане. Нұрлан ашуға булықты. Бұл жағдай алғашқы рет емес еді. Үнемі өзін ұстай алатын жігіт
бұл жолы ашумен әйелінің жағынан салып жіберді. Құндыз дереу киімдерін киіп кетемінге салды. Қайда барасың? Үйіме кетемін. Өзің ғой мені осыған мәжбүр еткен. Неге мені түсіне алмайсың? Ағам өзі оқымаса да мен оқытты. Өзі мінбеген көлікті маған алып берді. Ағам үшін не істесем де артық етпейді. Маған жасаған жақсылықтарының жанында Нұрасылға алып беретін тыйын тұратын заттар түк те емес. Түсінсеңші, мен де адаммын ғой. Сен де мені түсін. Менің де қолымда ақша болған қалаймын. Ары-бері көшеге шыққанда бір нәрсе жегім келеді. Беріп жатырмын емес пе? Сол саған аз ба? Ол ақша неге жетеді дейсің? Нұрлан ашу мен жарына қол көтерген үшін ыңғайсызданып, жанын қойырға жер таппай, оны риза ету үшін бар талабына келісті. Негізгі мамандығы программист. Қалада шағын дүңгіршегі бар. Сол жерде ұялы телефон жөндеп, программалар орнатып, халыққа қызмет көрсетеді. Бұзылған телефондарды алып жөндеп сататыны тағы бар. Күнделікті 30 мыңнан кем таппайды. Ағасы Бағлан болса құрылысшы, қолынан келмейтін жоқ. Қасында 2 жолдасын ертіп шағын бригада болып тапсырыс қабылдайды. Жұмысы ауыр болғанмен табысы соған лайықты. Үй соғу оған түк те емес. Биік шатыр үстінде өрмекші адамдай жүре береді. Ауылда біреудің үйін соғып жатқан болатын. Сол күні жаңбыр себелей бастады. Бағлан жолдастарының сөзіне құлақ аспай, кішкене ғана қалған шатырдың бір бөлігін жабу үшін төбеге шығып кетті. Енді ғана бітіп, бойын тік көтергені сол еді, су болған шатырдан аяғы сырғанап, шатырдан доптай домалап келіп, жердегі үйілген тастың үстіне құлады. Жолдастары көмектесуге талпынғанмен қолдан келер қайран болмады. Дереу жедел жәрдем шақыртып, үй ішіне хабарласып, ауруханаға алып кетті. Алып ұшып баласы үшін қайғыдан құса болған әке-шеше жедел жәрдемнен бұрын ауруханаға жетіп үлгерген екен. Басы жарылған, бет-әлпеті қаннан көрінбейтін баласын көргенде, ата-анасының қан қысымы көтеріп, оларға да медбикелер тиісті көмекті көрсетті. Алла қолдап, басына аса зақым келе қоймаған екен. Тек беліне зақым келгені болмаса. Дәрігерлер 6 ай бойы тегіс қатты жерде жатуын, ауыр салмақ көтермеуін, тек арнайы корсетпен жүрудің қатаң тағайындады. Ата-ана жарының көңілі сәл де болсын жай тапты. Бір аптадай травматология бөлімінде жатып, ем шарасын қабылдап, бірнеше тексеруден өткен соң үйіне босатылды. Ешбір жұмысқа жарамай қалғаны Бағланның жанына батып, арына маза бермей қойды. Енді үйдің бар шығыны бауыры Нұрланның мойнына артылды. Бұл жағдай Нұрлан мен Құндыздың жиі жанжалдасуына себеп болды. Бала десе шығар жаны бөлек. Нұрлан әйелінің жүкті екенін білгендіктен ашуланса да оған қатты ұрсып, қол көтере алмайтын. Оның бұл әрекетінен хабардар жары ішіндегі сәбиін қару ретінде пайдаланып, үнемі айтқанын істететін. Қазіргі жастардың құмары бірді зиянды заттар тез дайын болатын лаваш, чикен, бургер дегенді күнде қаладан алдырып, түні бойы тығылып жейтін. Бұл үйде бұрын-соңды ондай болмаған соң, енесі Мариям ашуланып қалды. Екеуін отырғызып біраз ақылға шақырмақ болды. Балам-ау, сенің мұның не? Бұрын-соңды мұндайың жоқ еді. Мейлі түсінемін, жарың 2 қабат жегісі келер, бірақ осылай тығып жеу керек пе? Өле жегенше бөле же деген. Бәрінің тесік тамағы бар, иісі бұрқырап тұрған соң, бәрінің жегісі келеді. Әкелсең бәріне әкел. Бәріне әкелетіндей Нұрланның ақшасы көп дейсіз бе? Онсыз да бүкіл азық-түлікті тасып, газ, су, жарығыңыздың ақшасын төлеп отырған жоқ па? Мен ұлыммен сөйлесіп отырмын. Сен араласпа. Неге араласпайды екенмін? Бір өзі қаншама адамды асырап отырған біле тұра ұрсуға қандай ақыңыз бар? Құндыз, жап аузыңды, ашуыма тиме. Мен саған бұл тақырыпты қозғама дегенмін. Мен айтсам шындықты айтып отырмын. Қайнағаңның жатқанына 2 айдан асты. Оның дәрісін әкелсе Нұрлан жақсы. Ерке баланың бала бақшасының ақысын төлесе Нұрлан жақсы. Азық-түлік алып келсе Нұрлан жақсы болады. Бір әйелінің жерік асын алып берсе Нұрлан жаман бола қалама? Бұл сөздерді көрші бөлмеде естіп жатқан Бағлан шыдай алмай орнынан әрең тұрып сыртқа шығып кетті. Нұрлан ашуға булыққаны соншама ақылынан айырылып, әйелін жатын бөлмесіне сүйреп алып, барып ішке итеріп жіберді. Дереу киімдеріңді жина, үйіңе кетесің.
Қит етсе кетем деуші едің, ал қане жинал, өзім-ақ сені жеткізіп тастаймын. Бір балам сыртта өссе өсер де қайтейін. Қане жинал, кетесің. Балам қой, олай жасама, мен тек... Жоқ апа, сіздің еш кінәңіз жоқ. Әбден мезі болдым бұл қатыннан. Шаршатып жіберді күніге осы. Қой, қайтесің, ақылға келер бір күні. Апа, бұған туыстық қатынас, сыйластық, махаббат маңызды емес. Құндыз бұл үйден кете алмас еді. Өйткені Нұрлан қызба мінез болғанмен, ырқына көніп дегенімен жүруші еді. Осы сәтте қулыққа көшіп, ішін ұстап, жерге екі бүктеле жата қалды. Ішім-ай, ай келін, не болды? Апа, ішім бүріп ауырып барады. Нұрлан, дереу жедел жәрдем шақыр. Нұрлан әйелінің құрсағындағы өз қанынан жаратылған сәби үшін алаңдап әбігерге түсті. Мұны көрген қу қатын одан бетер байбалам салып шыңғыра жөнелді. Әсем де жүгіріп келіп келін жұбатуға тырысты. Жаным, қорықпа, саған да балаңа да ештеңе болмайды. Алла қаласа бәрі жақсы болады, жылама. Қайным, қане көтер, төсекке жатқызайық. Аяғын жоғары көтеріп жатсын. Нұрлан жақындаған сәтте оны бұл ісіне өкіндіру, өзіне бағындыру мақсатында одан әрі рөліне кірісіп шу шығарды. Қолынан ұстап тұрған енесінің қолында сілкіп итеріп жіберді. Жоғал, маған жақындаушы болма. Осы ма еді апа қалағаныңыз? Бір тамақты менен қызғанып шу шығарып, балаңызды ұрсқызып, жаныңыз рахаттанып қалды ма? Сендерді жек көремін, жоламаңдар маған. Осыдан сәбиіме бірдеңе болса, сендерді ешқашан кешірмейін. Келін, олай ашулансаң, жағдайың ауырлай береді. Болды, ашуланба. Жеңге, маған бөлмеме жетуге көмектесіп жіберші. Әсемге сүйеніп, бөлмесіне жетіп, ішке ешкімді кіргізбей, өз ісіне ұялудың орнына бәрін ақымақ еткен үшін аузын жауып, айызын қандырып, рахаттана күліп алды.